Сәлеметсіздерме? 9-шы лекция тізімдер. Тізім және оған қолданатын функциялармен танысасыздар. Тексті оқитын курстың әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 4 тізімдер және карточалар. Саламатсыздар ма? 9-шы видео лекция тізім. Тізім реттелген ретпен қалыптастыратын мәндердің жиынтығы. Тізім мәні терминнің құрамында жеке мәндерге емес, жалпы тізімге қатысты. Мысалға, келесі кодты қарастырайық. Тік жақша ішіндегі апострофтың ішінде cat өтір арқылы bad өтір, rat және dog деген осындай 4 элемент бар. Тізімдегі элементтер өтір арқылы бөлінеді. Мысалы, типін анықтайтын болсақ, type және де элементтерін жаздық. Класс list. List деген ол бізге тізімді білдіреді. Тізім мәндері тырнақшаға жазылады. Тізімнің қайдан басталатын және аяқталатын тік жақшамен көрсетіледі. Индекстерді пайдаланып тізім элементтеріне қол жеткізуге болады. Индекстер автоматты түрде өсу ретімен орналасады, яғни нөлден басталады. Мысалға, spam деген айнымалыға осындай тізім берілген. Spam және де индексін жазамыз. Тік жақшаның ішіне 0, cat, 1, bad, 2, 3, rat, 2 rat, 3 dog, 2 rat. Осылайша біз тізім элементтеріне индекстер арқылы әрбір элементіне қол жеткіздік. Егер бір тізім элементіндегі индекстің артық үлкен индексі беретін болсақ, индекс zero деген қате шығады. Тізімнің элементі ретінде тізімдерде болуы мүмкін. Мұндай тізімдегі мәнге қол жеткізу үшін бірнеше индексті қолданамыз. Мысалға, spam деген айнымалыда осындай екі тізім бар дейік. Тізім ішінде тізім бар дейік. Тізімнің элементі ретінде кез келген мәндер бола алады. Spam 1. Ал егер біз dogқа алғымыз келетін болса, алдымен тізімнің индексін көрсетеміз. Ол бізде екінші индексте тұр тізім. Және де сол индекстің ішіндегі элементтің индексін көрсетеміз. Ол бізде 1, dog 1-де тұр. Сондықтан spam 2-де 1. Осылайша біз dogқа қол жеткіздік. Келесі spam 2, 0. Бірінші элементіне қол жеткіздік. Соңғы элементіне осылайша қол жеткіздік. Ал егер одан кейінгі элементті алғымыз келсе, жай ғана 3-ті жазамыз, индексін көрсетеміз. Естеріңізде болсын, индекстер 0-дан басталады. Бөлік, срез. Индекстер арқылы біз тек қана жеке бір элементке қол жеткізе аламыз. Ал бөліктер арқылы біз бірнеше элементтерді ала аламыз. Бөлік тізімдегі индекс секілді тік жақшамен қоршалады, бірақ жақша ішінде екі индекстің ортасында қос нүкте арқылы бөлінеді. Индекс пен бөлік арасындағы айырмашылықты қарайтын болсақ, spam 2 ондай бір бүтін сан, бір элемент бөлікте, spam 1 қос нүкте 4 бөлікте 2 бүтін сан, бірнеше элемент болады. Бөліктегі бірінші бүтін сан ол қай жерден басталатынын көрсететін индекс, ал екінші бүтін сан ол бөліктің соңын көрсететін индекс. Бірақ ол бөліктің құрамына кірмейді. Мысалға, spam 1 қос нүкте 2. Ол деген бізде бірінші және екінші элементтің ортасында тұрған, бізде ол bad. Spam 0.3 деген тізім. Cat, bad және тізім. Spam қос нүкте деген ол бүкіл элементтер. Spam қос нүкте 3 деген ол автоматты түрде алдында 0 тұр екен деп есептеп, ол үшінші индексқа дейінгі элементтерді шығарады. Тізім элементтерін өзгерту. Арнайы индекспен сипатталатын тізімдегі элементтерді өзгерту үшін индекстерді пайдалануға болады. Мысалы, біз тізім ішіндегі тізімді алып тастап басқа элемент жазғымыз келетін болса, оның индексін жазамыз. Spam жақша ішінде 2 тең банан. Spam десек, осылайша біз тізімнің ішіндегі тізімнің орнына біз банан сөзін жаздық.
жолдар секілді қосу операторлары арқылы екі тізімді біріктіруге болады, көбейту арқылы қайталауға болады. Мысалы 1, 2, 3 деген тізім элементі бар, және де cat, bad, ratты қосқан кезде осындай бір тізім элементі пайда болды. 1, 2, 3-ті көбейтеміз 3-ке, осылайша біз 3 рет тізім элементтерін қайталадық. Del командасы тізімнің элементін берілген сәйкес индекске жояды. Жойылған элементтен кейін орналасқан тізім элементтері тізім басына қарай бір орынға жылжиды. Мысалы, del spam 5. Осылайша біз соңғы элементін жойдық. Remove әдісі аргумент ретінде тізімді жойылатын мән беріледі. Мысалы, spam нүкте remove және жойылатын сан 0,5. Осылайша біз 0,5-ті жойдық. Del spam индексін жазамыз 0. Ал remove ол мәнін жазамыз, элементтің өзін жазамыз 3. Осылайша 2 мен 4 қана алды. For циклін тізімде қолдану. Цикл бірнеше рет қайталанады және тізімнің әрбір элементін қолданады. Pythonда жиі пайдаланатын мысалдардың бірі тізімдегі индекстің қайталауына арналған for циклімен range, len, sum list өрнегі пайдалану болып табылады. For I in және де тізім берілген қос нүкте print I. Осылайша біз тізімнің элементтерін шығардық. I бізде тізім элементтері бойынша жеке-жеке циклда жүреді. Spam деген тізім берілген және де for I in range, len spam. Len деген ол бізге тізімнің элементтер санын шығарады. Мысалға 5 деген. Осылайша циклымыз бізде 5 рет орындалады және де print экранға біз spam индекс арқылы шығарамыз элементтерін жеке-жеке. Осылайша біз тізімнің индекстерін және элементтерін шығардық. Тізімге қолданатын әдістер. Индекс әдісі. Индекс әдісі қабылданатын мәннің индексін қайтарады. Егер мән тізімде жоқ болса, онда value error деген қате қайтарады. Мысалға бізде spam, hello, world, python, python деген осындай 3 элемент болсын тізімде. Және де spam нүкте индекс жақшаның ішіне аргументін береміз. World. Бізде ол бірінші индексте тұр, сондықтан 1 деген жауап шығарды. Append және insert әдістері. Тізімге жаңа мән енгізу үшін append және insert әдістерін қолданады. Spam нүкте append және де элементті жазамыз. Spam. Осылайша біз v3 деген мәнді осы тізімге қостық. Append әдісі элементті тізімнің соңына қосады. Ал егер біз элементті бір белгілі бір орынға қойғымыз келетін болса, онда insertті қолданамыз. Insert 2 аргумент қабылдайды. Біріншісі ол индексін, қай жерге орналастыратын жазамыз. Ал екіншісі ол мәні, нені орнатқымыз келеді. Мысалы, spam нүкте insert екінші индекстағы орынға біз I am деген мәнді енгіземіз. Spam, hello world, I am python v3 деген осындай тізім бар. Тізім жасадық. Sort әдісі сұрыптау. Мысалы, бізде кез келген тізім элементтері болсын, сандардан берілген тізім
кез келген бір тізім элементтері болсын. Оны сұрыптау үшін сорт әдісін жазамыз. Осылайша біз мәндерді өсу ретімен сұрыптадық. Ал егер біз сұрыптауды кері жасағымыз келетін болса, кему ретімен reverse true деген кілттік сөзді қолданамыз. Reverse тең true. Осылайша біз спам элементтерін кему ретімен орналастырдық. Сорт әдісіне қатысты 3 ескерту жасалу керек. Бірінші, сұрыптау тізімнің өзінде жасалады. Екінші, сандар мен жолдар бар тізімде сұрыптау мүмкін емес. Үшінші, жолдарды сұрыптауда алфавит бойынша сұрыпталмайды. Ол ACSII кестесі бойынша жүреді. Мысалы, бізде спамда тізім элементтері берілген. Әсел, Бағдат, Алма, Сұлтан, кішкентай А, үлкен Z. Осылай сұрыптайтын болсақ, ол алдымен бізге бас әріптер бойынша, үлкен әріптер бойынша сұрыптау жүргізеді. Одан кейін барып бізде кіші әріптер орналасатын болады. Ол ASCII кестесі бойынша жасалып тұр. Ал егер біз алфавит бойынша сұрыптағымыз келетін болса, ол кезде кей кілттік сөзін қолданамыз. Spam нүкте сорт key тең str.lower. str.lower ол бізге қабылдаған элементтердің барлығын кіші элементтерге ауыстырады. Spam нүкте сорт жақшаның ішінде key кілттік сөз және тең str.lower.